Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде белгілі ғалым, академик Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың 80 жылдығына орай өткізілген тағы бір шара футболдан студент жастар арасындағы республикалық турнир. Қыркүйектің 26 мен 30 аралығында өтетін турнирді университет ректоры профессор Балықбаев Такир Оспанұлы салтанатты түрде ашып сөз сөйледі. Студенттер, құрметті қонақтар, құрметті Қазақстанның футбол шеберлері, майталмандары, құрметті бүгінгі шараға қатысып жатқан қонақтар. Барлықтарыңызды бүгінгі академик Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовтың 80 жылдық мерейтойына арналған студенттер арасындағы футболдан республикалық турниріне қош келдіңіздер деп айтамын. Бұл университетте спорттың дамуына, оның ішінде футболдың дамуына ерекше көңіл бөлген. Сол себепті де осы турнир Тоқмұхамед Сәлменұлының атынан футбол арналған футбол турнирі біздің университетімізде өтіп келе жатқан. Сол шараны біз тағы жалғастырып, осы бүгін 80 жылдыққа арнап отырмыз. Ең біріншіден, мен бүгін осы турнирді ұйымдастырған барлық ұйымдастырушыларына алғысымды айтқым келіп отыр. Өзіміздің үлкен ветерандардың ішінде аты әйгілі бүгін келіп отқан Вахид Масудов келіп отыр. Бұл кісілерге мен шын жүрегімнен алғысымды айтамын, қош келдіңіздер деп. Сонымен бірге қалалық әкімшіліктің де бүгінгі осы турнирге көптеген қосқан үлесі бар. Спорт болғаннан кейін, турнир болғаннан кейін, әрине біз ең біріншіден мына жастарға сәттілік тілейміз. Спортшылар, құрметті спортшылар, осы мына бүгінгі турнирде өздеріңіздің бар өнерлеріңізді көрсетіп, үлкен жетістікке жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Турнир мақсаты студенттік футболды насихаттау, жастарды патриотизмге тәрбиелеу және салауатты өмір салтына баулу. Спорттық шараға Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Қазақ спорт және туризм академиясы, Нархоз және Тұран университеттері қатысуда. Турнир Алматыдағы Спартак стадионы мен Қазақ ұлттық университеті және Нархоз жоғары оқу орнының стадиондарына өткізілуде. Спорттық шараның жабылуы қыркүйектің 30-ында өтіп, жарыс нәтижесі бойынша жеңіске жеткен жеңімпаздар марапатталады.